көжегім. Әке өсиеті. Ертеде бір жас жігіт өмір сүріпті. Оның бір үлкен міні бар екен. Өте сабырсыз болыпты. Ойланбай сөйлеп, ащы сөздермен адамдарды көп ренжітетін көрінеді. Содан әкесі оған бір қапшық шеге беріп: «Балам, сабырсыздық танытып, ашуына ие бола алмай, әлде біреуді ренжіткен кезде есікке бір шегеден қағып отыр» депті. Алғашқы күні әлгі батыр 37 шеге қағыпты. Ол өз кемшілігін түсініп күресуге бар күшін салады. Келесі аптада есіктегі шегелердің саны азайып, уақыт өте келе өз нәпсісін қадағалай алатын дәрежеге жетеді. Нәтижесінде шеге қаққаннан гөрі ашуды ақылға бағындырғанның жақсы екенін түсінеді. Содан бала есікке бірде-бір шеге қақпаған күні әкесіне келеді. Әкесі сол кезде: «Ұлым, енді ашуланбаған күні бір шегеден алып отыр» деп кеңес береді. Жігіт бұл істі тез аяқтайды да әкесіне есікті барлық шегеден тазалағанын жеткізеді. Сол күні кешке күн ұясына қойған сәтте әкесі оны есіктің алдына келіп: «Балам, жарайсың, ашуына ие бола білдің. Алайда есікте қанша ұңғыма қалғанын байқадың ба? Сен де бір адамды ренжіткен кезде оның жүрегін жаралайсың. Одан қанша рет кешірім сұрасан да, есікте қалған шегенің ізінде ізі қалады. Қалған көңіл шыққан жанмен бірдей» деген осы. Ең дұрысы, әрбір амалыңды пішіп, әрбір сөзіңді өлшеп, көркем түрде әрекет ету деп өсиет қалдырған екен.